Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді лаваштан бөрек жасайтын боламыз. Ішіне сыр салдым. Қалауларыңызша сыр салуға болады, картошка салуға болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен мен осындай 2 лаваш алдым. Лавашымызды алып, майда бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Лавашымызды алып кесіп болған соң, сырымызды да алып, осылай үлкен-үлкен қып, соломка қып, бөліктерге бөліп аламыз. Лавашымызды дайындап, сырымызды кесіп дайындап болған соң, видеода көріп тұрғандарыңыздай сырымызды лаваштың ішіне салып, осылай орап шығамыз. Осылай турап салсаңыздар да болады, болмаса терканың көмегімен майдалап өткізуге болады. Және де картошканы пісіріп, езіп, оны да қосып істеуге болады. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығын осылай орап болған соң, бір ыдысымызға жұмыртқаны жарып салып, араластырып аламыз. Міне біздің лаваштан бөректеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Алдын ала рахмет. Менімен бірге видеоның соңына шейін болғандарыңыз үшін рахмет. Күн сайын түрлі рецепттермен бөлісемін. Сау болыңыздар.